Менің атым Ермек, мен ауылдамын. Кішкентай кезімнен бастап менің өмірім бір қалыпты, таңертең малды өріске айдаймын, кешке жем шөбін беремін. Әкем солай үйреткен. Біз екі ағайынды едік, мен және ағам Болат. Болат менің қарсы суретім секілді болатын. Мен топырақ иісімен тыныстап, егістікпен өмір сүріп үйренсем, ол қалаға ұмтылды. Ауылдан не пайда? Мен өз жолымды табам дейтін жиі. Солай мектеп бітіре сала қалаға кетті. Ал мен қалмадым. Әкем қартая бастағанда шаруашылықты жалғастыру керек еді. Жылдар өтті. Болат байды. Әр барған сайын жаңа көлік, жаңа костюм, қолында қымбат телефон. Ауылға сирек келетін. Келсе де ұзақ тұрмайтын. Әкем әр келгенде қуанып қарсы алатын, бірақ менің жүрегімде бір ащы сезім тұратын. Білесіз бе, кейде адам байлығымен емес, суық көзқарасымен кедей болып көрінеді. Бір күні әкемнің денсаулығы нашарлап, төсек тартып жатып қалды. Сол сәтте Болат қалада еді. Келем деп уәде берді, бірақ үлгермеді. Әкем өмірден өткен күні мен оны соңғы рет қолынан ұстап тұрдым. Ермек, үй мен жер сенде қалсын. Ағаңды ренжітпе. Ол да менің балам деді. Сол сөз менің құлағымда әлі де жаңғырады. Әкемді жерлеп болған соң Болат келді. Қымбат көлікпен, таза костюммен. Ауылдың адамдары таңырқап қарап тұрды. Мен оның көзіне қарадым, мені көрмегендей салқын болды. Бірден шаруашылық, жер, мұра жайлы сөз басталды. Ермек әкемнің үйі де, жері де ортақ. Бәрі екеумізге тиесілі деді ағам. Әке өмір бойы менімен болды. Болат, бұл жерді мен баптадым, малды мен бақтым. Әке де өз айтты, шаруашылық менде қалсын дедім. Бірақ Болат тыңдамады. Сен ауылда жүрген соң бәрі саған тиесілі бола ма? Мен де оның баласымын. Сол күннен бастап ара қатынасымыз суыды. Болат сотқа бермек болды. Тіпті ауыл адамдарының алдында мені кедей, артта қалған деп мазақ етті. Басында менің де ашуым келді. Қатты ренжідім. Бірақ анамның бейнесі көз алдыма келді, сабырлы, үнсіз, әр нәрсенің артына шыдаммен қарайтын. Болат өз дегенін істеп, менің атыма жазылған кейбір жерді өзіне алды. Бірнеше айдан кейін ол қалаға қайтып кетті. Мен сол қалпы қалдым. Таңертең тұрып жерге жұмыс істей бердім. Уақыт өтті. Бір күні Болаттың ірі бизнесі күйреді деген хабар келді. Қарыз, банкрот, серіктестермен соттасу. Мен сенбедім. Ағам ғой. Бірақ бәрі рас еді. Арада жарты жыл өткенде Болат ауылға оралды. Сол баяғы үйге кіріп келді, бірақ бұл жолы бұрынғыдай емес, жүдеп көзі сөніп кеткен. Ермек деді ол, менің ештеңем қалмады. Мен үнсіз тұрдым. Сен мені кешір. Мен сол кезде бәрін ақша деп ойладым. Әкемді де, сені де, мына топырақты да ұмыттым. Мен не айтарымды білмедім. Әкемнің ағаңды ренжітпе деген сөзі есіме түсті. Жарайды, Болат аға. Үй біздікі. Кел, бірге болайық дедім. Ол жерге қарап ұзақ отырды. Көзінен жас шықты. Мен сенің орныңда болсам, мені қуып шығар едім деді. Әке екеумізге де бірдей қараған дедім мен. Байлықта кедейлікте өтеді. Бірақ ағалық пен інілік мәңгі. Күн сайын ол маған көмектесіп жүрді. Малға қарады, жер жыртты. Алғаш рет ағамды қарапайым, шынайы күйінде көрдім. Кешке отыра қалып, әкемнің суретіне қарадым. Болат ауыр күрсінді. Ең бай адам, өз отбасымен тату өмір сүрген адам екен. Ермек, мен соны енді түсіндім деді. Мен оған қарап, жай ғана күлімсіредім. Біз қайтадан ағайынды болдық. Сол күннен бастап мен Болатқа ренжуді қойдым. Өйткені өмірде бәрінен биік тұратын бір нәрсе бар, ол адамдық пен кешірім.